Қайырлы күн достар, бүгін осындай үй жағдайындағы шоколадты құлпынай жасайтын боламыз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Алдымен осылай құлпынайларымызды жақсылап жуып аламыз. Кептіріп болған соң шоколадымызды водяной ваннаға ерітеміз. Ыдысымызды су құйып, отқа қоямыз. Шоколадымызды соңына дейін осылай еру керек, әдемі болып. Осы еріген шоколадымызға құлпынайларымызды кезегімен салып, батырып алып отырамыз. Шпажка қолдансаңыздар болады, достар. Мен зубочистка қолдандым. Салмасына, әдемілігіне қалағандарыңызды қоссаңыздар болады. Мен жаңғақ пен жүрекше мармеладтарды қостым. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Неке осылай кезегімен салып, пергамент қағазына қойып аласыздар. Мен осылай жасап алып, морозильникке 25-30 минутқа қойып алдым. Және қалған шоколадымды ыстық суға салып ерітіп, кондитерлік пакетке басын қиып алып, осылай қалған шоколадтарымның үстін әдемілеп бойлап шықтым. Фантазияларыңызға байланысты неше түрлі оюларды жасасаңыздар болады. Мен осылай жасап шықтым. Өте қолжетімді бағада болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Жаңғақтың да үстінен осылай бір келкі шоколадты жүргізіп шықтым. Достар, өте керемет. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Балаларыңыз қуанып қалады. Менікі осылай шықты. Соңына дейін көріп қолдау білдіргендеріңізге көп рахмет.